Бәріңе сәлем достар. Бұрын әлемде жылдам интернет, қолжетімді смартфондар және мыңдаған түрлі фильмдер мен әлеуметтік желілер, көптеген түрлі функциялар болмаған кезде адамдар бір-біріне қызықты оқиғаларды жиі айтып беретін. Сізге әсер ету үшін шамамен бұлай айтайын. Сіз өзіңіз осындай жағдайға тап болдыңыз. Барлығы түнгі шамның астында жиналып, бір-бірін қорқынышты әңгімелермен қорқыта бастайды. Бүгін біз сізге осы атмосфераға ауысуды ұсынамыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Видео басталмас бұрын мен сіздерге каналда өзгерістер болғанын айта кетейін. Құрметті көрермендерім, бұрынғы біліп жүр деген ат бірнеше арналарда қолданылған екен, және тәжірибем аздығынан оны ескермеппін. Сондықтан арнаның аты бәріне қызық деп өзгертілді. Түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Ал ендеше сіздермен Нұрасыл Азат және бәріне қызық арнасы видеоны ары қарай жалғастырайық. Жынды клоундар. Клоундардан қорқасыз ба? Америкада бұндай фобиямен үлкендердің 40%-і ауырады. Олардың түрлеріне қарасаң, бұл таңғаларлық зат емес. Егер біреулер олардан қорқатын болса, бұл затты міндетті түрде қолданады. Солтүстік Америкада клоундар заңға қарсы зат жасамайды, жай ғана адамдардың жанына келеді. Әдетте түнде оларды өлергенше қорқытады. Адамдарды клоундардың қорқытуы 2016 жылдан басталды. Оған себеп Сквибвеб атты адам. Бұл адам жасөспірімдердің арттарынан жүріп қорқытады екен. Одан кейін басталды. Канаданың қалаларының бірінде мектептің алдында түрі қорқынышты клоунды байқап, балаларды қорқытқан деседі. Жұмбақ бастар. Егерде сіздер Япония еліне жаз ортасында баратын болсаңыз, бір затқа дайын болыңыз. Әдемі гүлдердің ортасынан өтіп бара жатып, сіздер адам бастарын көрулеріңіз мүмкін. Сіздер бұның қалай болатынын елестеткен шығарсыздар. Бұл фильмға декорация емес, жай ғана құстарды қорқытатын мүсін. Япониялықтар оларға манекендердің бастарын қоюды жөн көреді. Басқа елдер секілді қапшық ішіне шөптерді салу емес. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл еш көмектеспейді делінген, бірақ фермерлер бұл теорияға қарсы. Ал жүргізушілер болса, олардан қорқуын тоқтатпайды. Тірілген мүсіндер. Компьютерлік ойындарды ойнайтындар мына кадрды қарап Фредди атты ойынды есіне түсіретін шығар. Ал геймингпен айналыспайтындарға түсіндірейік. Ойынның мақсатын түнде тірілген роботтардан қорғанып, электронды есіктерді жауып жүру керек. Әйтпесе арты жаман болады. Кейбір америкалық Чеки Чизес мейрамханасының роботтары ешкім көрмей тұрған кезде өз өмірлерімен жүреді. Бір жігіт роботтар мейрамхана жабық кезде көңіл көтеріп жатқанын көрген, ал бір қыз терезеде бір түрлі қолдың іздерін байқаған. Иә, бұл жерде біз білмейтін бір нәрсе бар екені анық. Үй декоры. Бұл зат туралы әркімнің түсінігі басқаша. Бірақ бұл адамдар осындай заттарды алғандарын ойлау қиын. Ойыншықтың аяқ қолы бар, тартпа, қорқынышты орындық. Міне, әйел адамның аяғы бар, будуарлық орындық. Осындайда табылады. Осының барлығын қоссақ, қорқыныш үйі шығады. Міне достар, бүгінгі видео осымен аяқталып қалды. Айтпақшы, бұл видео осы комментті жазған баланың сұрауы бойынша, және мен де сол комментті құптадым. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп және жанына шыққан қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.